Баршаларыңызға ассаляму-алейкум. Осы видеода мен күнделікті Аллах Тағалаға жақындататын амалдармен бөліскім келіп отырды. Ең бірінші, Аллах Тағала жүректе үнемі болу үшін тілмен айтуымыз қажет. Яғни Аллах Тағаланы еске түсіретін зікірлер. Кез келген моментте ол зікірлерді айту үшін арнайы орын, арнайы дәреттің қажеті жоқ та. Автобуста кетіп бара жатсаңыз, машинада, таксиде кетіп бара жатсаңыз, немесе үй жинап жүрсеңіз, тіліңіз Алланы еске алудан босамау қажет. Яғни, ең бірінші қандай сөздерді айтсақ болады? Аллахты мадақтау сөздері. Яғни, субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар 33 реттен айтыңыз. Санауға мүмкіндік болмаса, субханалла, субханалла, субханалла деп өзіңіз бір істі бітіргенше айтып шығыңыз. Екінші істі бастайсыз ба? Альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля. Енді қараңыздар, не үшін субханалла, не үшін альхамдулилля деп айту қажет. Альхамдулилля сөзіне тоқтайтын болсақ, біз кейде күпірлік етіп қоямыз. Аллах Тағала беріп жатқан нығметтерді байқамаймыз, сезбейміз. Яғни берілген нығметтерге шүкіршілігіміз жоқ. Яғни келіп жатқанды байқамай басқа нәрсені сұрай береміз, тойымсыз болады, нәпсіміз тойымсыз болып келеді да. Соны тоқтату үшін, Алла Тағаланың беріп жатқан нығметтерін сезіну үшін альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля деп тілмен айтуды бастайық. Одан кейін субханалла, Аллах бүкіл кемшілік атаулыдан пәк. Яғни бұл сөзді айту арқылы Аллахты ұлықтаймыз. Яғни Аллах Тағалаға деген претензиялардың азаюына көмектесетін сөз субханалла. Яғни кейде біз Алла сақтасын күпірлік етіп қоямыз ғой ше. Аллах Тағалам, неге менің басыма мынандай қиыншылық келді, немесе бір нәрсе көмек таба алмай жатсақ, Аллах Тағала дұғамызға жауап бермеген секілді сезім болатын болса, сабырсыз болып қоямыз да. Аллах Тағалам, сен те жауап беруші едің, неге жауап бермей жатсың деген сияқты. Аллах Тағала как будто бір кемшілік бар сияқты шайтан ой салады да, ол дұрыс емес нәрсе. Осындықтан субханалла, Аллах Тағала бүкіл кемшілік атаулыдан пәк деген сөзді айтуымыз қажет. Яғни әр нәрсе өмірімізде болып жатқан нәрсе Алланың қалауымен болып жатқанын түсінуімізге осы субханалла сөзі көмектеседі. Аллаху акбар, Аллах Тағала ұлық деген сөз. Аллах Тағаланың ұлықтығын дәріптеу арқылы біздің проблемамыз, біздің өзіміз, тіпті кез келген нәпсімізден де артық Аллах Тағала ұлық. Яғни бірінші орынға Аллах Тағаланы қоюымыз керектігін түсінсек болады. Келесі міндетті түрде айтылатын нәрсе, жақында ғана маған бір қыз айтты, күнде ата-анаға жазылатын дұға дегенді айтады екен. Мен қойып кетем, сол дұғаны күнде бір рет болса да оқыңыздар, азына ұйқыдан тұра сала өмірге келген ата-анамызға дұға етуіміз өте маңызды болады. Келесі дұға ол салауат пайғамбарым саллаллаху алейхи уассаламға. Аллахумма солли аля Мухаммад ва Мухаммад, кама соллайта аля Ибрахим ва Ибрахим, иннака хамидум маджид. Бисмар Аллахумма барик деген түрінде айтамыз. Яғни бұл намазда айтылатын салауаттың түрі. Салауат айту арқылы адамның дәрежесі 10 есе көтеріледі, 10 күнәсі кешіріледі, және де 10 түрлі сауапқа кенеледі дейді ғой, бір салауат айту арқылы. Және де бүгін мен естіп қалдым, мысалы кез келген зікір, салауат болсын, 100 рет айтқан кезде жүрекке бір рет сигнал келеді дейді. 1000 рет айтсақ, 10 рет сигнал келеді. Яғни Аллаға жақындау деңгейіміз, иманның көтерілу деңгейі деп түсінсек те болады. Сондықтан да тілді жаттықтыра беру арқылы айтып жатқан сөзіміз жүрекке енеді. Сол кезде иман күшейеді. Өмірдің кез келген сынақтарынан Аллаға күпіршілік етпей, тез жеңіл өту. Яғни өмірдегі сынақ қойшы, соны жеңіліп қамай, қирап қамай, жылап қамай, Аллах Тағаланың өте оңай көркем жолымен өтуіміз үшін бірінші тілдегі зікірлерден бастауымыз қажет. Енді салауаттан кейін истихфар да өте маңызды. Біз тілмен, оймен біреуге зиянымыз келіп қалуы мүмкін күнделікті өмірде. Сондықтан да астағфируллах ва атубу илайх, яғни Аллахым, сен өте ұлысың, мені кешіре көр. Бисмар ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Яғни бұл Юнус пайғамбардың дұғасы. Яғни Аллах Тағалам, сен кемшілік атаулыдан пәксің, сен ұлықсың, мені кешіре көр, мен өз-өзіме зұлымдық жасадым деген дұғаларды күнделікті жүрекпен айтып жүріңіздер да. Автоматты түрде андай тоқтамай ойымыз басқа жақта, тіліміз дұғада емес, бір әр айтқан сайын асықпай айтуға тырысайық, жүрекпен сезініп, сол кезде де оның качествосы маңызды да. Аллах Тағала айтады ғой, сендердің айтып жатқандарың саны емес, сапасы маңызды, яғни жүрекпен келгені маңызды дейді. Сондықтан да зікірлерді өмірден тастамаудың бірнеше себептері де осы сіздерге осы мәліметтерді айтқым келді. Және де
Аллах тағаланың 99 есімі арқылы дұға етуді ұмытпаңыздар. Мысалы, бір нәрсеге мұқтаж болсаңыздар, мысалы, әл-мәликул мүлк, яғни бүкіл мүліктің иесі, я зул джалали уәл икрам, барлық өте өктем, өте жоғары, жомарттық иесі деген сияқты, әр-рахман әр-рахим, аса қамқор, ерекше мейірімді деп қазақшада айтсаңыздар да болады. Өз тілінде, яғни араб тілінде айтсаңыздар да өте керемет дұға еткен кезде де, сол кезде Аллах тағаламен байланысты көбірек сезінетін боласыздар, иә. Аллах тағаланың 99 есімі кетті, және де пайғамбарлардың айтқан дұғаларында айтуды кеңес беремін. Бірақ айтпас бұрын сол пайғамбардың өмірінде қандай ситуацияға байланысты ол дұға пайда болды, сол жағында зерттеңіздер. Мысалы, жаңа айтып кеткен дұға Юнус пайғамбардың дұғасы, ля иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин, ол қай кезде айтты? Ол кит жұтып қойған кезде, 40 күн киттің ішінде жатқан кезде сол дұғаны айтты, иә. Ол қалай келді, не үшін кит оны жұтып қойды, соның барлығын зерттеп тұрып айтсаңыздар, сезініп, иншалла өмірлеріңізде Аллахпен байланыс мықты болады. Аллахпен байланыс мықты болатын болса, кез келген қоршаған ортадағы сынақтар сіздерді сындырмайды, яғни Аллах тағала өзі оңай өтуге көмектеседі. Неге? Аллах тағала айтады, кең кезде мені есіне алғанды, мен тар кезде қиыншылықтан суырып шығарам дейді. Яғни қазір ешқандай уайым жоқ, бәрі жақсы кезде Аллах тағаламен көп байланыста болсаңыз, өміріңізге сынақ келген кезде жылап, шашыңызды жұлмай, Аллахым неге мен деп емес, Аллах тағала сол сынақтан оңай өтіп кететіндей жолдарды иншалла көмектесетін болады. Осылай Аллах тағаламен жаңағы амалдарды жасау арқылы не істеген кезде, әрекет жасаған кезде, жарай ма? Және де ең бастысы садақа беруді ұмытпаңыздар. Садақаны ақшамен берсеңіздер болады. Кез келген мұсылман бауырыңызға күлімдеп қараудың өзі садақа, иә. Өміріңізде көрген адамдар саламатсыздар ма деп, жол сұрайтын адамдарға барынша өзіңіздің қолыңыздан келгенше көмектесіп, мысалы, біреу бір нәрсе десе, білмеймін деп уақытым жоқ емес, мысалы, кішкене көмектесіп жүрсеңіздер де, ол да садақа болып саналады да, жолыңызды ашатын нәрсе. Бәлкім сіздің сол жасаған жақсылығыңыз арқылы ол адам сізге дұға ететін шығар. Ол адамның дұғасы арқылы сіздің бір қиындық, шешілмей жатқан, немесе Алла сақтасын, алда болатын жамандықтар кететін шығар, иә. Сондықтан кез келген адамға жақсылық жасау, ақшалай беру, немесе білмеген үйрету, ол да садақаның өте үлкен түрі болады. Сондықтан да өмірлеріңізді зікір, садақамен, жаңағы амалдармен, оқып білім арқылы толықтырыңыздар. Сол кезде иншалла Алламен байланыс күшті болады. Алламен байланыс күшті болса, екі дүние жәннатта Алланың қалауымен нәсіп болады. Видеода осыны айтқым келген болатын. Пайдалы болса лайк, комментарий жазып өтіңіздер. Баршаларыңызға ассаламу алейкум.